Сабақтың тақырыбы күнделік толтырамын. Тема урока «Заполню дневник». Күнделік толтырамын. Заполню дневник. Күнделік дневник. Күнделік толтырамын. Заполню. Толтырамын. Апарамын. Отнесу. Апарамын. Апармаймын. Не отнесу. Ма суффикс обозначает не. Апармаймын. Не отнесу. Күнделік дневник. В форме принадлежности к переходит на букву г. На звук, если оканчивается на к звук, к переходит звук г. Күнделік. Слово мягкое. Күнделік. Күнделігі. В форме принадлежности күнделігі. Здесь даны окончания принадлежные. Первого лица, второго лица, третьего лица. Мой дневник. Вы должны обязательно сказать менің күнделігім. Мой дневник. Менің күнделігім. Твой дневник. Сенің күнделігің. Сенің күнделігің. Его или ее дневник. Оның күнделігі. Оның күнделігі. Тыңда, қайтала оқы. Аннель, сен күнделік толтырасың ба? Аннель, ты заполнишь ли дневник? Я, мен күнделік толтырамын. Да, я заполню дневник. Мен мектепке күнделік, кітап, дәптер, қалам, қарындаш апарамын. Я отнесу в школу дневник, книгу, тетрадь, ручку, карандаш. Ойыншық апармаймын. Не отнесу игрушку. Мен күнделік толтырамын. Я заполню дневник. Менің күнделігім таза. Мой дневник чистый. Айтылым 101 бет, бірінші тапсырма. Мектепке не апарасың? Стоит вопрос. Вы должны уметь задавать вопрос. Что несешь в школу? Мектепке не апарасың? Мен мектепке күнделік, кітап, дәптер, қалам, қарындаш, қаламсауыт, өшіргіш, ұштағыш апарамын. Я в школу несу дневник, книгу, тетрадь, ручку, карандаш, пенал, ластик, точилку. Можно сказать, мен мектепке күнделік апарамын. Я несу в школу дневник. Мен мектепке кітап апарамын. Мен мектепке дәптер апарамын. Айтылым 101 бет, 3-ші тапсырма. Досың мектепке не апарады? Мы там говорили, что в первом лице мен мектепке күнделік апарамын. Теперь в третьем лице будем говорить. Мой друг несет в школу и учебные принадлежности. Оқу құралдары. Менің досым мектепке кітап, дәптер, күнделік, қарындаш, қаламсауыт, өшіргіш, ұштағыш апарады. Если я несу, апарамын, а в третьем лице мой друг апарады. 101 бет, 2-ші тапсырма жазылым письменно. Суреттің орнына қажетті сөздерді қой, көп нүктенің орнына қосымша жалғап жаз. Вместо картинок нужно поставить нужные слова. Вместо многоточия нужно дополнить аффиксы, қосымша, либо суффикс, либо окончание. Мен күнделік толтырамын. Окончание первого лица личное.
жіктігі жалғау. Мен күнделік толтырамын. Сен күнделік толтырасың. Ол күнделік толтырады. Қайталаймыз, повторяем. Мен күнделік толтырамын. Сен күнделік толтырасың. Обязательно с петелькой «м». Ол күнделік толтырады. Айтылым. 4-ші тапсырма, 102-ші бет. Бұл жерде диалог берілген. Диалог құрастыру керек. Данные вопросы, и вы должны ответить на них. Сен мектепке қалам апарасың ба? Ты в школу несешь ли ручку? И я. Ребят, здесь пропущено «м». Мен мектепке қалам апарамын. Да, я в школу несу ручку. Сен мектепке ойыншық апарасың ба? Ты в школу несешь ли игрушку? Жоқ, мен мектепке ойыншық апармаймын. Нет, я в школу не несу игрушку. Сен мектепке дәптер апарасың ба? Ты в школу несешь ли тетрадь? И я. Мен мектепке дәптер апарамын. Да, я в школу несу тетрадь. Сен мектепке кітап апарасың ба? Ты в школу несешь ли книгу? И я. Мен мектепке кітап апарамын. Да, я в школу несу книгу. Сен мектепке мысық апарасың ба? Ты в школу несешь ли кошку? Жоқ, мен мектепке мысық апармаймын. Нет, я в школу не несу кошку. Сен мектепке өшіргіш апарасың ба? Ты в школу несешь ли ластик? И я. Мен мектепке өшіргіш апарамын. Да, я в школу несу ластик. Здесь вы должны ответить со словами «и я», «да» или «нет», «жоқ».